Аудан аумағында теміржол мен тасжол бойында орналасқан орман алқаптарында ағаштар қурап жатыр. Соның бірі Жырын ауылдық округі аумағында 400 гектар жерді алып жатқан орман алқабы. Бүгінде осы алқаптың қураған ағаштары кесілуде. Аталған жұмысты қолға алған жас кәсіпкер Абылай Аманжол бұл жұмыстардың темір орман шаруашылығы мекемесімен келісімшарт негізінде жүргізіліп жатқанын айтады. Маусым айының ортасында басталған тазарту жұмыстарына Қандыағаш қаласы мен Жырын ауылынан 10 жұмысшы тартылған. Оның басым көпшілігі жастар. Ағаштарды кесіп тазалау жұмыстарына жауапты жұмысшы Жұмас Сейіт Мектепов орманды қураған ағаштан тазарту жұмыстарын қарқынды жүріп жатқан. Жұмыстың жүйелі жүру үшін барлық жағдайдың жасалған. Бүгінде Қандыағаш-Жырын аралығындағы тасжол мен теміржол бойында 5 қатар жердің ағаштарын кесіп жатқандығын жеткізді. Тазалау жұмыстары күз айларына дейін жалғасады. Ағаштарды кесуге арналған арнайы 4 бензопила мен 1 трактор жұмылдырылған. Жиналған ағаштар Жырын ауылының тұрғындарына тегін отын ретінде берілетін болады. Оның айтуынша, осы жылы қураған бұтақтардан арылған ағаш түбінен келер жылы жасыл желек бұрынғыдан да жақсырақ жайқалып өсетін көрінеді.